Қабір басына барған кезде Алла тағалаға зікір ету керек, пайғамбарымыз алейхисаламға салауат айтып жүру керек. Қабір басы бос сөз сөйлеп немесе бос әрекетпен айналысып жүретін жер емес. Қабір басы бұл өмірде өткендерді еске алатын және өлімді еске алатын жер. Тіпті ғалымдарымыз айтады, адам баласы өмірде өткен екен, сендер марқұмды жерлеп, марқұмды алып барып қоятын кезде, сол марқұмды жерге қойғанға дейін сендер жерге отырмаңдар дейді. Бұл марқұмға жасаған әдепсіздік болып есептеледі. Сосын пайғамбарымыз алейхиссалам хадистерінде өмірде өткен марқұмды жер қойнауына тапсырып жатқан кезде бисмиллахи аля суннати расулилля деп айтыңыздар дейді. Бұл пайғамбарымыздың сүннеті, бұл марқұмға жасаған үлкен құрметіміз. Сосын кейбір ғалымдарымыз өмірде өткен марқұмның зиратына барған кезде өзіңізге ғана қатысты болған марқұмның атын оқыңыз. Ал басқа адамдардың, яғни өмірде өткен басқа қабір иелерінің аттарын оқып, оның жылын қарау керек емес сізге дейді. Бұл адам баласына зиян екен. Тіпті біз медреседе оқып жүрген кезде біздерге айтатын ұстаздарымыз, қабір басына баратын болсаңдар, өмірде өткен марқұмның суретіне қарамаңдар, өмірде өткен марқұмның аты жөнін оқымаңдар, оның жылын оқымаңдар, оған арнап жазылған өлеңді де оқымаңдар, Құран аяттар жазылса оны да оқымай қойыңдар дейді. Себебі сендердің жаттап жатқан Құрандарыңа, алып жатқан білімдеріңе кері әсерін тигізеді дейді. Сөйтсе, бұл нәрсе адамның есте сақтау қабілетін төмендетеді деген. Сол үшін қабірге барған кезде тек қабір иесімен ғана айналысу керек, бос сөз сөйлеуге болмайды. Сосын Алланы зікір етіп, пайғамбарға салауат айтып кіріп шығып кету керек. Тыныш барып тыныш кету керек. Бұл өмірде өткендерге жасалған үлкен біздің құрметіміз. Сосын қабірге бірінші кірген кезде ассаламу алейкум деп қабір иелеріне сәлем беру керек.